Енді қазақ учеттағы көліктерді бастаймыз. Осындай ақ матовый Нива тұр. Фермаларға алса жақсы. 2015 жылғы бензин i95 жүрген екен. 1,7 объемы механика 3 миллион 200 мың теңге. Осы нөмірге хабарласасыздар. 4 ВД. Төбесінде багажнигі бар екен. Көліктің состояниесі өте жақсы. Состояниесі идеальный екен. Ішін көрсетейін сіздерге. Рация. Көліктің іші тап-таза. Мына бөліктер жасалған екен. Әдемі жарасып тұр. Жаңағы нөмірге хабарласасыздар. Қазақ учет. Көліктің сырты әдемі. 1995 жылғы 1,6 миллион 300 дейді. Осы нөмірге хабарласасыздар. Титановый дискісімен тұр. Көліктің жағдайы өте жақсы. Сыртында мін жоқ. Әдем сақталған екен, бізде Лада Ларгус тұр мына жақта. 2013 бензин 1,6 81 мың жүрген механика 3 миллион. Осы нөмірге хабарласасыздар. Төбесінде багажнигі бар. 5 орындық па, 7 орындық па мынау? 5 орындық екен. Простой диска. Көліктің состояниесі жақсы. Мына жерде кішкене жырылған жер бар екен. Салоны. Volkswagen Passat 780 мың теңге дейді. Мына нөмірге хабарласасыздар. Объем неше? 2 объем. Мына деталь түспаған екен. Осы кезде көлік оталып тұр. Жағдайы жақсы секілді көліктің. Мотор жағының. Toyota Carina E-ді 94 бензин 2 объем дейді. Автомат коробка. Осы нөмірге хабарласасыздар. Ақ түс, оң рульді автокөлік бұл. Көліктің жағдайы жақсы. Простой диск екен, капачокпен тұр. Hyundai Accent автокөлігі 2013 бензин, автомат 4 миллион 400 мың. Срочный торг дейді. Көліктің сыртқы жағдайы өте жақсы. Қазақ учеттағы Сараковка 2006 жылғы, обмен жоқ, 5 миллион 300 мың. Осы нөмірге хабарласасыздар. Кондиционер істеп тұр дейді. Көліктің сыртқы жағдайы өте жақсы. Салонын көрсетейін. Міне салон. Тіркеудегі Volkswagen Passat 92 жылғы газ бензин 2 объем механика екен. Срочный дейді. 1 450 мың. Осы нөмірге хабарласасыздар. Кондиционер, центр замок, титановый диска. Салон әдемі екен. Көліктің сыртқы жағдайда жаман емес. Бізде Audi A6 орыс учеттағы 2,6 дейді. 1 миллион 600 мың. Осы нөмірге хабарласасыздар. Қай жылғы? 95 жылғы. Титановый диск. Салоны мата екен. Артында запаскілері бар екен. Сыртқы жағдай өте жақсы. Салонда әдемі екен. Міне артындағы 4 баллон подаркаға береді. Дұрыс па?